Бүгүнкү бири-биримизге жаңағы жакшы тилектер тилеп жиберейик. Ustozlarning maqtovini. Жақсы. Жақсы. Енді балалар, жаңағы мына орындарға отырмас бұрын топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін мына четтен бастап ақырындап бір-бір қағаз суырамыз. Енді балалар, алдыңғы білімімізді тексеріп жіберейік, иә? Мынадай сұрақ барлығымызға. Ауа райы дегеніміз не? Тез жауап беріп жіберейік. Қол көтеріп көтеріп. Иә? Ауа райы дегеніміз не? Иә, айта ғой. Белгілі бір жерде белгілі бір аймақта болып тұратын атмосфера бұзылатын ауа райы дейміз. Жақсы. Келесі мынадай сұрақ. Метеорологиялық құралдарды атап, қызметін айтып жіберейік. Қандай қызмет атқарады? Қандай метеорологиялық құралдарды білеміз? Қандай? Жақсы. Жақсы. Толғанай. Термометрмен немене өлшейміз? Температураны өлшейміз. Ауаның температурасын өлшейміз екен. Барометрмен не өлшейміз екен? Қысым. Барометрмен қысым өлшейміз екен. Толығырақ жауап берейік, иә балалар? Келесі. Флюгермен не өлшейміз? Дұрыс айтады. Жердің күшіменен жердің бағытын өлшейміз дейді. Жақсы. Жақсы. Жауын-шашын өлшегішпен? Барлығымыз, иә? Жақсы. Жақсы. Белгілі бір аймақта жаңағы қанша жауын-шашынның түскендігін осы жауын-шашын өлшегішпен миллиметр есебімен қайтеміз екен? Өлшейміз екен. Енді балалар, бірінші мынадай. Бүгін біздің қаламызда қандай ауа райы? Күн бұлтты, тап толығырақ айтайын, иә, таза. Иә. Иә. Аздап жел соғып тұр. Иә? Тағы? Иә? Иә. Күннің көзі көрінбей тұр. Дұрыс айтасыңдар. Күні бойы күн шықпай тұр дейді. Жақсы. Иә. Сонымен олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Иә? Қандай? Қолайсыз атмосфералық құбылыстар. Жақсы. Жақсы. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда өзіміздің өлкеміздегі атмосфералық құбылыстардың олардың жаңағы қолайсыздығы осы жайлы жаңағы білімімізді ары қарай қайтеміз сіздерге. Оқулықтағы мәтінді ашайық. Атмосфералық құбылыстар. Иә? Балалар мәтінді оқып болса, енді әр топтан бір-бір оқушы келесі топқа барып, өзінің жаңағы тобындағы мәтінді түсіндіріп береді. Иә? Алмасайық топтармен. Барамыз. Тезірек бір-бірімізден алмасайық. Түсіндіреміз енді. Түсіндіреміз. Иә? Найзағай дегеніміз. Иә? Найзағайдың түсуі жерге өте қауіпті. Ол электр сымдарын балқытып, немесе жарылып жіберуі мүмкін. Ол ағаштарға Улы тұман Лос-Анджелесте қалың тұман емес көкшіл тұман түседі. Улы тұманның үшінші түрі мұзды улы тұман. Аляскалық типтесікте болады. Ол Арктика мен субарктикада антициклон температурада пайда болады. Мұндай ауа райының Мұндай тұманның түрлері Алматы, Ереван, Тимирязев, Нева, Кузнец, Братск, Мехико жеріне тән келеді. Осыған жолдың бөлінуі өте нашарлап, адамдардың да денсаулығына зиянын тигізген. Адамдардың денінің саулығы 14 мың қала тұрғындарының жалпы тұрғысында болатын 20 адам қатысты бар.
Сонымен қатар көпшіліктер заң жазуларға бұл жағдайда адамның арқасымен болса немесе елге жақпен болса арқасы сынады, ал және де ми зақымданады. Жақсы. Болдық, иә, түсіндік болдық па? Орындарға барамыз. Жақсы. Енді келесі балалар, біз енді тақырып жаңағы атмосфералық құбылыстар туралы біраз білімімізді жетілдірдік, иә? Жаңағы топтардың бір-біріне түсіндіруі арқылы. Енді келесі әрекет, мен саған, сен маған әдісі арқылы жұптағы оқушылар бір-біріне екі сұрақтан қояды. Әр топтан екі сұрақ келесі топқа сұрақ қояды. Келесі топқа сөйтіп екі сұрақтан дайындайды. Қайдесің? Ал кезек бірінші топта. Бірінші топ келесі топқа сұрақ, екінші топқа сұрақ қояды. Кімге сұрақ қояды? Нәз? Көктайғақтан қалай сақтану жолдарын білесіңдер? Сөйле ғой, айта ғой. Көктайғақтан сақтану үшін жылдамдықпен жүру керек. Және жолға топырақ немесе тұз себіледі. Жақсы, отыра ғой. Иә. Келесі екінші сұрақтарыңыз. Зияс, бір сұрақ қоя ғой. Екінші топқа. Далада жауын-шашын болып, найзағай соққанда қандай заттарға жақындауға болмайды? Найзағайдан қалай сақтануға болады дейді? Иә, айта ғой. Найзағайдан сақтану үшін жақын маңайдағы темір немесе алюминий сияқты найзағай тартатын заттардан алу. Жақсы, өте тамаша. Иә. Келесі екінші топ. Үшінші топқа сұрақ қоя қойыңдар. Екінші топ. Сұрақ қоя қойыңдар. Зайсан қаласында болатын. Үшінші топқа. Иә? Зайсан қаласында болатын қандай атмосфералық құбылыстар білесіз? Зайсан қаласында болатын қандай атмосфералық құбылыстар білесіз? Жауын-шашын, қатты жел, қар, бұршақ. Көктайғақ. Жақсы, тамаша. Иә. Келесі екінші сұрақтарым. Иә, қоя ғой. Термометрдің атқару жұмысы. Термометрдің атқаратын жұмысы. Термометр температураны өлшейтін құрал. Қандай өлшем бірлігі? Градус Цельсий. Тамаша, тамаша. Келесі үшінші топ, төртінші топқа сұрақ қоямыз. Иә, қоя ғой. Цунами кезіндегі қауіпсіздік ережесін айтыңыз. Цунами кезінде қауіпсіздік ережесін айтады. Төртінші топ, иә? Айтамын. Әсет? Одан 1-2 километр алыс қашықтыққа қашу керек. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақтарым. Бекзат, иә? Зайсан аумағында болатын ең жиі қолайсыз атмосфералық құбылыстар. Ең жиі болатын Зайсан өлкесінде ең жиі болатын қолайсыз атмосфералық құбылыс дейді. Айта ғой шүңге. Нөсер жауын және де көктайғақ. Нөсер жауын, көктайғақ. Жақсы, жақсы. Келесі төртінші топ, бірінші топқа сұрақ қояды. Қолайсыз атмосфераға не жатады? Қолайсыз атмосфералық құбылыстарға деп айтады. Иә. Атай ғой. Толған айт жақсы. Айта ғой. Көктайғақ, дауыл, Боран. Жарайды, жақсы. Отыра ғой. Келесі екінші сұрақтары. Гүлім, болды? Барометрдің атқаратын қызметі. Нәз? атмосфераның Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал. Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал. Жақсы, балалар. Жақсы. Келесі. Енді топтар бірімізді бағалап жіберейікші. Топтар бірімізді бағалайды. Қане, бірінші топ бар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топты. Бас бармақ арқылы бағалап жіберейік. Қане, кездер. Иә? Иә? Жақсы. Келесі топ бағалай беріңдер, бағалаңдар. Бір-бірлеріңді бағалап. Топ жетекшілері бағаны қоя отырыңдар. Иә? Топ мүшелеріне сұраққа жауап берген оқушыларға бағаларыңды қоя отырыңдар. Жақсы.
толтырып жібереміз. Қуаңшылық және құрғақшылық құбылыстардың вен диаграммасы арқылы ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаймыз. Ал уақыт кетті. Тапсырманы орындай берейік. Қай топ бірінші болады? Қол шапалақ арқылы болғанымызды білдіреміз. Шапалақтау арқылы болғанымызды білдіреміз. Толық айтамыз, е балалар? Екінші топ тапсырманы болып қойдық дейді. Жауап бермей отырған оқушылар жауап беріп көрейікші кәнекей. Үстіне тығыз түрінде жиналған жауын-шашын түрі көк мұз. Жақсы. Келесі екінші. Ауаның көк мұз бөлшектердің жер бетінде жақын орналасуы тұман. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі үшінші. Айта қойшы. Күннің жарығы түссіз жаңбыр жауын тұрған бұлттардың төмендегі жағына көрінісі кемпір қосақ. Жақсы. Дұрыс па? Келесі? Айта қойшы. Жауған қардың желдің күшімен бір жерден екінші жерге көшуі бұрқасын. 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 Дұрыс, жақсы. Жақсы. Өте тамаша. Топ жетекшісі бағалау парағына баға қоя береміз. Келесі қай топ болды? Қол шапалақтау арқылы білдіреміз. Үшінші топ. Жақсы. Ал. Жауаптарыңды айта қойшы. Ауа температурасы 0 градусқа болған кезде түннен таңертеңде өсімдіктің бетінде шықпайды байқалады. Жақсы. Тамаша. Келесі Бекзат. Әртүрлі температурада пайда болады. Екі немесе одан да көп массадан болуы мүмкін. Ол жер бетінен 9-дан 17 километрге дейін биіктікке жете алады. Керемет жауап. Келесі. Тұмша немесе суық Кішкене қаттырақ, өнеркәсіп орталықтары мен ірі қалалардың қатты ластанған ауасы құрамы түскен тұман және шыққан шаңнан тұратын аэрозол. Жақсы. Келесі. Үшінші топ бағалау парағына бағасын қойып отырамыз. Топ жетекшісі бағаны бағалауды ұмытып кетпейік. Келесі. Екінші топ пен үшінші топ болып қойды. Бірінші топ пен төртінші топ қайсысы? Қанекей. Тездетейік. Жақсы, төртінші топ дайын екен. Бастапқышына қойды. Қоршаған ауаның орташа плюстік температурасының бірнеше күн бойы 10 және одан да астам градусқа артық болуын айтады. Қуаңшылық дегеніміз ұзақтығы әртүрлі табиғи зоналарда түрліше болады. Метеорологиялық құбылыс. Жақсы. Олардың ұқсастығы ауа температурасының көтерілуі мен ылғалдың азаюынан туындайды. Жақсы. Отыра қойыңдар. Жақсы. Келесі. Жақсы. Дауыл тобының көстерін. Сөйлеу. Толған айтып бастайық. Өдетте жаңбыр жауыптар күн мен жаңбырдың Кемпір қосақ көмектес жейік. Жаңа не дедім? Кемпір қосақ қай жерде пайда болады дедім? Күн мен шағылысқанда пайда болады. Дұрыс айтады? Нас. Сендер көстерлеріңде не салдыңдар? бұл біз табиғаттың және де атмосфералық құбылыстар салдық. Бұл жерде жаңбыр жауып тұр, ал мына жерде кемпір қоссақ. Кемпір қоссақ күн мен жаңбырдың шағылысынан пайда болатын атмосфералық құбылыс. Жақсы. Отыра қойыңдар. Жақсы. Келесі балалар. Бағалау парағына бағаларымызды қоямыз. Топ жетекшілері
Жақсы. Келесі. Көктайғақ. Қардан кейін жаңбыр жауғанның кесірінен көктайғақ пайда болады. Жақсы. Дауыл желдің әсерінен пайда болады. Қорытынды. Сақтық шараларын сақтап, абай болу қажет. Тамаша. Отыра ғой. Келесі тапсырма. Бірінші сұрақ. Зайсан қаласына тән қолайсыз атмосфералық құбылыстардың қай түрі басым? Олардан қалай сақтануға болады? Бізде Зайсан өңірінде, өзіміздің өлкемізде. Иә? Кім айтам дейді? Зайсан өлкесінде көптеген кездесетін қыс мезгілінде болатын көктайғақ. Көктайғақ. Иә. Одан сақтану жолдары шарасы? Одан қауіп келмеу үшін адамдар көліктер немесе басқа да тайғақ болып тұрған жерлерде құмдар немесе тұздарды себеді. Сонда тайғанақ болған жер тайғанақ болмай өтеді. Жақсы. Келесі сұрақ. Аңызақ пен қуаңшылыққа қарсы қандай күрес жүргізуге болады? Аңызақ пен қуаңшылыққа қарсы қандай күрес жүргізуге болады? Иә, болған айта ғой. Аңызаққа Қалқандар қоюға болады? Иә. Дұрыс айтады. Агротехникалық шаралар жүргізу, қар тоқтату дейді. Әсері бар ма? Кім айтам? Бейсат, ең жақсы айта ғой. көктемгі жауын-шашынның арқасында бізге жазға су қоймасына су жиналады. Соның арқасында осы біздің Зайсанның жанындағы мал шаруашылығы мен егіншілік жақсы дамиды. Жақсы, керемет. Иә? Келесі сұрақ. Жауын-шашынның салдарынан сақтану шараларын ұсыныңыз дейді. Жауын-шашынның салдарынан қалай сақтануға болады? Барлығымыз жауап бере берейік. Қол көтеріп қанекей. Әлшер, иә? Жаңбыр жауатын кезде қолшатыр ұстау. Иә, жарайды, иә. Жауын-шашынның салдарынан сақтану мүмкін ол жаңағы қышқыл жаңбыр болуы мүмкін, иә? Тағы да Бекзат. Өте қатты жаңбыр жауып кеткен кезде жер асты құрылысына кірмеу керек. Өте қатты жаңбыр жауған кезде оның іші толып кетуі мүмкін. Сондықтан биігірек жерде ұстануға кеңес беремін. Жақсы. Тамаша. Бекзат өте жақсы қатысып отыр бүгінгі сабаққа. Жақсы. Келесі. Енді балалар. Иә. Кері байланыс жасап жіберейік. Алдарыңызда білемін, білгім келеді, үйрендім кестесі тұр. Соған толтырып жіберейік. Иә. Бұрыннан білетіндерін жазып жіберіңдер. Не білдің? Бүгін жаңағы не үйрендің? Үйрендім жазып жібер. Әлі де білгім келеді. Нені білгім келеді? Жаза ғой. Үшінші топ. Иә? Білемін, жауын-шашын кезіндегі сақтық шаралары. Дауыл туралы мәлімет. Білгім келеді, әлі де көп білгім келеді. Атмосфералық құбылыстар туралы. Үйрендім, ұлы тұман туралы білдім. Жақсы. Келесі төртінші топ. Оқи ғой. Білемін, қолайсыз атмосфераны толық білдім. Басқа аймақтарда болатын құбылыстарды білгім келеді. Қолайсыз атмосфераны сақтану шараларын білдім. Жақсы. Келесі балалар. Енді білім қоржыны әдісіне стикерлер таратылып берілді. Осы стикерлерге бүгінгі сабақтан не түсінді? Өздеріңіз үшін не қызықты болды? Иә, Әшір, жаңағы Бекзат, досым. Иә? Соларды жазып, тақтадағы білім қоржынына барып біле қойыңдар. Жақсы, отыра қойыңдар.
жақсы. Болдық, иә, барлығымыз. Жақсы білім қоржынында өзіміздің қаншалықты білім алғанымызды жаңағы толтырып жібердік. Енді балалар, жақсы, бүгін біз өзіміздің өлкеміздегі болатын қолайсыз атмосфералық құбылыстармен таныстық, және өздерің жаңа білім қоржынында жазып жатырсыздар. Жаңағы бүгінгі сабақты мен жақсы түсіндім, бүгінгі сабақ мен үшін жақсы сәтті өтті, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деп, иә? Үйге тапсырма. 19-шы тақырыпты оқимыз, және күнделікке жазып ала қоямыз. Қолайсыз атмосфералық құбылыстың денсаулыққа әсері тақырыбында эссе жазу. Жазамыз. Өлкеміздегі қолайсыз атмосфералық құбылыстардың денсаулыққа әсері эссе жазу. Жақсы.